Сәлем, бізді көптен күткен, не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз сіздермен жастар бағдарламасының кезекті саны оның жүргізушісі мен Қазбек Досбек. Олай болса біз бағдарламамызды бастаймыз. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Адина. Жасың қаншада? 10-да. Көңіл күй қалай? Жақсы. Ардақ. Менің жасым 16 жаста. Осы Шымкент қаласының Бозарық Қаратау ауданынан келдім. Есімің кім? Қанат. Қанат. Жасың нешеде? 11-де. 11-де. Қай жақтан келдің? Микрорайон Жұлдыз. Спандияр. Спандияр, жасың қаншада? 8-де. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Мұхаммед Али. Жасың қаншада? 11-де. Көңіл күй қалай? Керемет. Аяжан. Аяжан. Жасың нешеде? 17-де. Қай жақтан келдің бізге? Сарыағаш аудан Дербісек ауылы. Тілеубек Нұртас. Нұртас. Саттар Маржан. Жастарың нешеде? 10-да. 8-де. 10-да. Асыл. Бейбет. Біздің академияға жалпы не мақсатта және не үшін келдің? Мен киноға түсірді армандаймын. Актриса болғың келеді. Да. Ал актриса болудағы мақсат бар ма? Не үшін актриса болғың келеді? Неге басқа мамандық емес? Білмеймін, мен бір видеоларға түсіру, YouTube блогер боламын ба деп ойлап жүрмін. Мен негізі болашақта полицей криминалистка болғым келеді. Керемет. Ал Бірақ киноға түскің келмей ма? Қазіргі таңда оған дейін может кино жұлдызы болып кетермін. Әркім өзінің бағы бойынша. Мен сіздердің киноларыңызда түсіп, болашақ жұлдыз болғым келеді. Былайша айтқанда актер болғың келеді, иә? Ал неліктен актер? Себебі олда киноларда түссең жұлдыз боласың. Танымал боласың, иә? Мен актер болам деп келдім. Ал актер болудағы мақсат не? Не үшін актер болғың келеді? Өйткені мен кино түсірем. Кино әлеміне қызығасың, иә? Иә. Біздің мектепке бір тест сияқты зат келді. Мейрам кино студиясына балдар жинап жатырмыз деді. Оның үстіне мен алдын саққа тапсырған едім, негізі кастингті, бірақ өте алмай қалдым. Содан кейін бұл жол өтіп кететін шығармын деп келдім. Бұл жерге келудегі мақсатым көріп жатам, Мейрам кино студиясының бүкіл кинолары көп қаралым, көптеген лайк жинап жатады. Сол сияқты өзім де атақты болғым келеді. Актриса болу. Ал неліктен актриса? Арманды орындау. Баланың арманды орындау. Футболшы болғым келді. Футболшы болу, иә? Ал актер болғың келмей ма, Нұртас? Енді болғым келіп тұр. Мен министр мен актриса болғым келеді. Министр болғың келе ма? Жақсы. Актер. Әнші болғың келе ма? Актер болғың келеді? Сіз Актер болғыңыз келеді? Өзің кино көресің ба? Иә. Қай киноларды көресің? Турецкий сериал әжемен бірге. Турецкий көресің ба? Сосын Netflix көремін. Көріп жүрген кинолардың ішінде қайсы кино сен үшін үздік? Маған барлық киноларым ұнайды. Олар өте тамаша, жақсы түсірілген, әдемі. Мен таңдай алмаймын. Сүйікті актерің бар ма? Жақсы көретін. Или актриса? Жоқ. Мүлдем актриса, актерлар ұнамай ма? Ұнайды, бірақ. Қайсысы қатты ұнайды? Сумерки деген бір киноны көргем. Мұғаймен бірге. Сол Эдвард деген. Өйткені ол жақсы ойнайды. Ал өзің киноға түссең болашақта қандай образды ойнап көргің келеді? Мен в любой момент жылап, я могу заплакать, күлгім келе салады. Бірақ мен жылайтын бір сондай сценада ойнаймын. Ойнағың келеді, Иә. Мысалға, мен фантастикалық киноны көп көремін. Мысалға, пастор, ужастиктерді көп көремін. Қорқпайсың ба? Жоқ, қорықпаймын. Ал актерің немесе актрисаң бар ма өзің ұнайтын? Лара Крофт, орыстардың актрисаларын ұнатамын. Ал өзіміздің қазақстандықтардан? Өзіміздің қазақстандар онша танымаймын, орысша кинолар көп көрем. Өзіңді қандай жанрда және қандай образда көргің келеді кинода?
Фантастикалық. Қандай кейіпкердің рөлін сомдаған келеді? Жалмауыз кемпірдің деп ойлаймын өзім. Жалпы айтқанда жағымсыз кейіпкерлерді сомдаудан қорықпайсың, иә? Иә. Мысалы, кейбір актрисалар болады ғой, мен сондай жаман кейіпкер сомдамаймын, өйткені мен халық солай көріп қалады, солай танып қалады дейді. Жоқ, өз басым олай ойламаймын. Иә. Актриса деген негізі рөл таңдамау керек, иә? Қандай рөл берілді, соны алып шыға білу керек. Иә, дұрыс айтасыз. Өзің кино көп қарайсың ба? Иә. Қандай киноларын айтса? Маған ба? Карантиндегі мектеп. Осы Мейрам киностудиясының, иә? Жақсы. Қандай жанрда, қандай образда өзіңді көргің келеді кинода? Білмеймін, маған бәрібір. Мейрам киностудиясы. Тағы басқа? Болды, сол ғана ұнайды. Сол ғана ұнай ма? Неге? Несімен ерекше? Өйткені олардан қызық кинолар бар. Сүйікті актер, актрисаларың бар ма соның ішінде? Жоқ. Қандай образда ойнап көргің келеді? Мен мұсылмандар, сосын ана жайлы, тағы басқаларға түскім келеді. Мейірімді адамның рөлін ойнағың келеді осындай? Иә. Тамаша, бәрекелді. Кино көресің ба? Кино? Андасында көріп тұрам. Қандай киноларды көресің? Марвел киностудиясының киноларын қараймын. Қай кино сен үшін үздік? Мен үшін «Мстители. Финал». Неге? Ол жерде графика бәрі зеленый фон, соның бәрі жақсы қолданылған. Оның үстіне соғыстары, шайқастары өте қызық, стратегиялық бір әдем. Тамаша. Ал сүйікті актер, актрисаларың бар ма? Сүйікті актер, актрисалар кімді айтсам болады? Мен бүйтіп ең мықтысы деп айта алмаймын, бұл жерде дөп басып айта алмаймын, себебі әрқайсысының өзінің бір плюсы, бір минусы бар. Болашақта қандай образды ойнап көргің келеді? Қандай рөлде ойнап көргің келеді? Басты рөл, бәрінің арманы басты рөл ғой. Бірақ енді образ ше? Образ бір жақсылау кейіпкер болса дұрысырақ болады негізі. Бірақ жаман кейіпкерді ойнай бересің, иә? Негізі бәрібір ғой, бірақ жақсырақ, экранға жақсырақ көрінген жақсырақ та. Сіздердікін көп қараймын. Атап айтқанда қай киноларын көрдің? Ең көп ұнайтыны жаңа мектептен Альба. Ал өзіңе ұнайтын актерің немесе актрисаң бар ма? Кім жаңа мектепте ойнаған? Толхама. Сол Мұхтархан. Софияның ойнағандары ұнайды. Қандай жанрда және қандай образда өзіңді көргің келеді? Комедия. Ал өмірде де сондай әзілге жақынсың ба? Әзілде, иә, бүйтіп қатты жақын емеспін, бірақ әңгіме айтамын. Мен Мейрам киностудиясын көп қараймын. Мен кейбір кезінде көремін. Қандай киноларын көрді Мейрам киностудиясы? Мен банды қыздар дегенді көргем. Мен бар сериясын көремін. Ал кинода кім болып ойнағыларың келеді? Киноға түскен кезде? Мен бизнесмен болып ойнағым келеді. Және министр болып, Иә. Жақсы, Нұртас? Мен жасым келеді. Сондай ма? Ең сүйікті актеріңіз қандай? Чарли Чаплин. Мультфильм. Комедиялар ұнайды маған. Өзіңізге, көңіліңізге шыққан ең жақсы көретін қандай кино? Один дома. Яғни қандай адамның рөлін ойнағыңыз келеді? Полиция. Полиция кім? Әкім болғым келеді мен. Қазір мен саған эмоциялар көрсетем. Сол эмоцияларды көру арқылы бізге қайталап көрсетіп берсең. Мен қазір фотосурет беріп тұр. Соны көрсетем. Тура фотодағыдай қайталасаң болады. И қандай эмоция екенін айтасың. Қандай эмоция? О, удивление. Таңғалу, иә? Иә, таңғалу. Қайталап көрсетейікші. Тура фотодағыдай. Тамаша, келесі. Шок, қорқ. Шок. Қайталап көрсетеміз. Восхищение. Таңғалу, восхищение. Қуанып тұрған сияқты. Иә. Қайталап көрсетеміз. Злой. Қайталап көрсетейікші. Әдемі көрсетейік фотодағыдай.
тамаша. Спокойный. Келесі. Ой. Раздраженный человек. Және соңғысы. Грустный. Жарайды, өте тамаша, бәрекелді. Не істеп тұр бұл? Таңғалып тұр деп ойлаймын, өз басым. Деп. Камераға қарап көрсетейікші. Деп. Келесі. Деп ренжіп тұр. Жақсы, келесі. Бұл суретте стрессті көріп тұрмын, біреуге ашулану. Яғни адам ашуланғанда осындай кейіпкер жасайды. Деп. Жақсы, келесі. Бұл суретте бәрі керемет, өте тамаша деген бейнетте. Яғни Ашудан кейін бір өзін сабырға шақырып тұрған сияқты, иә, бүйтіп йога жасап тұрған сияқты. Тынышталып тұр. Иә. Бұл суретте Жақсы, келесі. Бұл суретте таңғалып тұр деп ойлаймын. Өте қуанышты бейнеде. Яғни бүйтіп көрсетіп тұр. Бұл суретте Кевин қорқып тұр. Немесе шошып тұр. Иә? Камераға қарап көрсете ғой. Бұл қандай эмоция? Қорқыныш. Көргенсің ба бұл киноны? Иә, один дома. Бұл бала қорқып, шошып тұр, иә? Көрсетеміз. Былай тұрма. Келесі. Бұл қандай эмоция? Таңғалу. Басынан әдемілеп көрсетеміз. Таңғалуға тырысамыз, ұқсатуға тырысамыз. Көзімізді кішкене ашамыз. Иә? Хорошо. Жақсы, келесі. Бұл қызға не болған? Мұңайып тұр. Ренжіп қалған, иә? Иә. Кімге ренжіп қалған деп ойлайсың? Келесі. Ашуланып тұр. Қатты ашуланып тұр, иә? Келесі. Бұл қалай тұр? Көңілді, сабырлы. Өзін сабырға шақырып тұр, иә? Тынышталып. Осылай көрсетші. Келесі. Бұл айғайлап тұр, иә? Кәдімгідей ашуланып. Кәдімгідей айғайлап көрсетеміз. Жақсы. Келесі. Не істеп тұр? Қуанып тұру. Қайталап көрсетеміз. Келесі. Ол өте ашулы. Қайталап көрсетеміз. Жарайды, тамаша. Келесі. Ол өте қуанып тұр. Сабырлы болып тұр, иә? Тамаша. Келесі. Ол ашулы. Қайталап көрсетейікші, тура фотодағыдай. Келесі. Ол мұңайып тұр. Қайталаймыз. Осылай ренжейсің бе сенде? Мұңайғанда. Тамаша. Ал бұл не істеп тұр? Бұл таңғалып тұр. Тамаша. Соңғысы? Ол қорқып тұр. Шошып тұр, иә? Көрсетейікші. Тура бәлелей көрсетейік. О, бәрекелді, тамаша. Бұл не істеп тұр? Қуанып тұр. Тура фотодағыдай қайталаймыз. Тура фотодағыдай, Жарайды, тамаша. Келесі. Бұл не істеп тұр? ашуланып тұр. Бұл не істеп тұр? Спокойно тұр. Қайталап көрсетеміз. Тура фотодағы ұқсамады. Бұлай істеймін ба? Міндетті түрде ма? Конечно, фотода қалай көріп тұрсың, дәл солай. Ұқсады ма? Келесі. Бұл не істеп тұр? Бұл да ашуланып тұр. Қайталап көрсетейік. Бұл не істеп тұр? Мұңайып. Ренжіп, иә? Иә. Қайталап көрсетейікші. Жарайды, тамаша.
Тамаша. Және соңғысы? Қорқып тұр. Бәрекелді, тамаша. Олай болса бірінші эмоция. Ашуланып тұр, Иә. Таң қалып тұр. Мәссаған не деген керемет дегендей. Жақсы, келесі. Бұл да таң қалу. Бұл да таң қалып тұр. Иә, сондай. Ренжулі. Ашулы. Ашу, иә. Өте қатты ашуланып тұр, иә. Айғайлап көрсетейікші осыны. Сабыр. Бір өзін сабырға шақыруда. Қой тыныштау. Бәрі болады. Бұл не істеп тұр? Көзін жұмып бір нәрсе елестеп тұр. Жоқ, өзіне доқ жинап отыр. Не істеп тұр? Ағалап тұр. Айқайлап. Ашуланып тұр, иә. Қуанып тұр. Қандай күшті. Қуанып тұр. Не істеп тұр? Қорқып тұр. Жақсы, келесі. Таң қалып тұр. Таң қалып тұр. Нұртас? Ашуланып тұр. Мұңайып тұрған. Мұңайып тұрған. Келесі? Таң қалып тұр. Таң қалып Таң тұрған. қалып тұр, иә. Келесі біздің Қорқып тұрған. қорқып тұр ма? Қорқып көрсеңіздер. Тамаша. Және келесі біздің эмоциямыз қандай? Қуанып тұрған. Қуанып тұр, иә. Өте бақытты, қуанышты. Шыңғырған. Шыңғырған. Иә. Яғни Қуанбай ашуланып тұр. ыза, иә? Қайталап көрсетсек? Өте тамаша. Яғни біздің келесі эмоциямыз. Өте тамаша. Келесі біздің соңғы эмоциямыз, яғни Қатты ашулы. Енді бізге келген әрбір қонағымыз қонаққа ретінде өзінің өнерімен бөлісіп жатады. Сен бізге қандай өнерді дайындап келдің? Dance monkey. If after you say, in a dream when he is walking mine, and only stopping on this mind, and I wait to see it dance just one more time. Ooh, ah, sicko every time. Why I can stop. Ooh, you make me wanna try. And I went to see it dances one more time. Ыбырай Алтынсаринның Балқожа бидің баласына жазған хаты. Үміт еткен көзімнің нұры балам, жанына жәрдем етсін қақ тағалам. Атан мұнда ананмен есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атанды сағындым деп асығарсың, сабаққа көңіл білсем басыларсың. Атананды өнер білсен асырасың, сабаққа көңіл білсен асырарсың. Шырағым мұнда жүрсен етер едің, қолына құрық алып кетер медің. Тентіреп екі ауылдың арасында жүргенмен не мұратқа жетер едің. Араз бол, кедей болсан ұрлықпенен, кете бар кессе басын шындықпенен. Қоректап пенеттен де тәңірін жәрдем, телмірме бір адамға мұндықпенен. Тамаша. Кел балалар оқолық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқолық. Оқысаңдар балалар, шамнан шырақ жағылар, іздегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Ғылым таппай мақтанба, жүгерленіп шаттанба, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпанның білсеңіз, 5 асыл іс көнсеңіз.
Мектепке келдім, ұстазды көрдім, жазу, сызу, санау үйрендім. Сан мен өрнек, теңдеу мен бөлшек, сырына оның үңіліп көрсек. Математика бар әлем басы, математика ғылым патшасы, математика өмір тірегі, математика шәкірт жүрегі. Ол үйленді, мен де хабар болдым бұл жайдан. Іштей бақыт тілеп жүре бердім қайтадан. Күн өтті, апта өтті бір күні. Қоңырау соқты, өткен шақтан бір адам. Қалың қалай, сабағың ше деді маған әлгі адам. Таныс дауыс жүрек тірете қалды қайтадан. Естідің бе, мен үйлендім деп қояды сабырмен. Не дейін енді, бақытты бол, сен бақытты болсаң жай табам. Я, үйлендім, бірақ ұмытпадым сендік сезімді. Есім алдым, бүгін сол бақытты кезімді. Бақыт тілеуден басқа маған айтарың жоқ беді. Шақырайын дегем, үйлену тойыңа өзімді. Үйлен тойыма өзіңді. Тұтқаны қойып отырып ұзақ ойландым. Іштегі арпалысқан дауылды бәлкім қоярмын. Кезігіп еді өміріме менің бір адам. Сол жанмен бәлкім мен де бақытты болармын. Жағасында өзеннің көп отырып төземін, отырамын, тосамын, балық келер кезең, қап-қап қармағым қаба ғой, балық іздеп таба ғой, балық іздеп таппасаң, су түбінде қала ғой, судың түбін мекемдеп, бар ғой, жүр ғой бәрі секендеп. Мен тосамын жағаға, жүзіп келер мекендеп. Қап-қап қайран қармағым, неге мұнша алдадың? Кешке дейін отырып, бір де балық алмадым. Солғанша гүлім, көзде тұнық, ана деп ән салам. Жүрейін мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Ардақ, ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Абай Құнанбаев. Ғылым таппай мақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық адам болам десеңіз. Келесі тапсырма, мен қазір саған жаңылтпаш айтамын, сол жаңылтпашты қайталап көрсетейін. Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр інген бе? Сүрген сүрінген, біз сүрген сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ. Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр інген бе? Сұр сүрінген бе, сұр денбеген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінбеген сүрінген бе? Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Жақсы. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары Саша. Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да шашы 8-де. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр інген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Шалшық балшық, балшық шалшық, балшықтан алшық. Шалшық балшық, балшық шалшық, балшықтан алшық. Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр інген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр інген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе?
Күлдірге күлдірем деп білдіріп алды. Күлдірге күлдірем деп күлдіріп ойбай. Күлдірем деп білдіріп алды. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Тамаша. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, жаңа шатасып отыр. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр інген бе? Тоқтанбасын. Сүрінген бе, сұр інген, сүрінген бе? Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Ой, шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жасыл. Жасыл дейсіз ба? Жирен? Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жасыл, жиреннің де жасы 8-де. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хәтім шатасып отыр, Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хәтім шатасып отыр, хәтім Тұз мұздай, мұз тұздай. Тұз мұздай, мұз мұздай, тұздай, мұз тұздай. Доп теп, дөк теп. Доп теп, дөк теп. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Клара. Варвар, Клара мен, варвар мен. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Өте тамаша. Сіз қайта жарасыз ба? Аппаққа көк қақпаққа, көк қақпаққа ақ қақпақ. Өте тамаша. Келесі біздің жалғашымыз. Ошақта от жоқ, шоқтап от жақ. Ошақта от жоқ, шоқта от. Ошақта от жоқ, шоқта от жоқ. Мен саған қазір ситуациялық жағдай берем. Соны дәл көрсетуің керек, яғни сезін. 1, 2, 3 турап жатсың. Шақпен турап жатсың. Мағым. Елестетші. Мына жерде стаканда су тұр да. Мен аламын стакандағы су. Толы мұздай су. И сенің бетіңе қазір шашып беремін. Хорошо? Көрсет. Ой. Не істедіңіз деймін? Жарайды, мақұл. Енді соңғысын айта салайын. Елестет, мына табаныңа мынандай шеге кіргізіп алды. Иә? Хорошо. 1, 2, 3 шеге кірді. Ауыр отыр ма? Иә. Ал 1, 2, 3 шеге кірді. Надо ее убрать. Еще. Ой, кішісін. Шеге кіріп кетеді, лайфхак сіздерге. Аяққа шеге кіреді тағын. Ой. Убираем, лақтыра салам. Қойып қаласың. Иә? Күшті, не дегенде ма? Сенің үстінен біреу бір шелек мұздай суды шашып жіберсе. 1, 2, 3. Отыр. Ал 1, 2, 3 шашып жібер. Отыр. Шындысың ба, сен неге шашасың? Мен саған адаммын ба, адам емеспін ба деп ұрсысасың сразу. Сразу ұрсысасың ба? Иә. Қазір елестетші, үйіңде кәдімгі асханада отырсың, тамақ істеп жатсың. Бір қияр немесе бір картопқа турап жатсың. Бастай ғой, турап. Қолыңды кесіп алдың. Ойбай, қолым. Енесім. Ашып жатыр.
ауырып жатыр. Енді не істеймін? Мамаға айтпау керек. Хавая дейсің да кете бересің тұра-тұра. Жақсы. Жолда келе жатып, аяғыңа шеге кіріп кетті, яғни басып кеттің шеге. 1, 2, 3 кірді. Ой, аяғым, көмектесіңдер, адамдар кімдер барсыңдар, аяғыма шеге кіріп кетті. Ой, деп сразу алып шығасың ғой. Жақсы. 1, 2, 3. Неге сонша қатты тұрасың десің? Бетмай. Ай, бетмай қызарды. Қызар қалды бетім? Кәдімгідей. Аяғыңа шеге кіріп кетті. Ой. Қатты кіріп кетті. Ай. Бұл ма? Ал келесі. Бейтаныс біреу саған бір шелек ыстық суды шашып жіберсе үстіңе. Айбай! Күйеуде бүкіл денең ашиды, ауырады кәдімгі. Мен шашып көрейін, ал сен соны ойнатып бер. 1, 2, 3. Ай! Ал мына бір затты, бір темір деп елестет, кәдімгі ыстық қызып тұрған болады ғой, соны байқамай ұстап аласың. Елестет, мына жерде стаканда тола су бар, ішінде мұздай су бар. Тола стакан, көрдің ба? Сол суды бетіңе қазір шашам, сол реакцияны көрсет. Тура бетіңе су шашылғандай. Ал, кеттік. Не қылдың? Бетіп қалдым. Бетіп қалдың ба? Иә. Жарайды, енді бұлай жасайық шанда. Елестет, аяғыңа, табаныңа. Мынандай шеге кіріп кетсе не болады? Ауыра ма? Ауырады. Сол кіріп кеткен кезінен бастап ауырғанын бәрін көрсетші ме аяғын. Жарай ма? Кетті. 1, 2, 3. Аяғыңа шеге кірді. Ай. Үст қарап қоям. Сосын ауырады. Ауырғанда да мәз отырасың өсті? Жоқ. Жылайым. Қайт жылайсың? Көрсен сон. Ай. Сосын үйіме ше бір аяғыммен ғана барам. Секіріп тұрым. Сол шеге кіріп атқанда маған сөйлеп атасың ба, сөйтіп атам деп? Жоқ. Енді өзің істей берсе. Ай. Үйге қалай қайтам енді? Білмеймін. 3. Ай. Оңбаған. Неге ұрасың, не деймін? Аяз, суық. Иә. Жеңіл киімде отсың. Иә. Көрсет. Қатты суық, қатты боран. Бірақ қолыңда бір ыстық кофе бар, каким-то образын білмеймін. Қолыңда ыстық кофе, өзің жаурап тұрсың бірақ. Иә. Шейін деп атсың. Иә. Жайлап, шейін деп атсың. Таңдайың күйіп қалды. Үстіңе төгіліп кетті. Біреу келді да бір шелек су үстіңнен құйып жіберді. Қуасың ба? Жарайды, тамаша. Бұлай жасашы, аяғыңа шеге кіргізіп алдым. Иә. Соны көрсет берсең, қазір қара. 1, 2, 3 табаныңа шеге кірді. Жақсы. Темір қызып тұрған кәдімгі ыстық темірлер болады ғой. Сондай деп елестет, и сен осыны байқамай ұстап аласың, яғни қолың күйеді. Ай, мам, қолым. Мам деп жылаймын. Ал осылай отырған кезде бейтаныс біреу келіп үстіне бір шелек ыстық суды шашып жіберсе. Мам! Байқамайсың ба, қарамайсың ба көзіңе? Қазір сен бетіңе ұрып көрейін, әрине ол тимейді, бірақ шынайы етіп соны ойнап беру керек та, жаңа бетіңнің ауырғанын сезініп деген сияқты. Шегені басып кеттің, яғни шеге аяғына кіріп кетеді, білесің ғой, иә? Ол кезде ауырады, кәдімгідей.
Ал 1, 2, 3 шеге кірді. Айбай. Мұздай бір шелек суды үстіңе шашып жүрсе қалай болады? Деп айқайлаймыз. Шашып көреміз ба? Шашып көреміз ба? Жоқ. Ал 1, 2, 3. Ай! Бұл ма? Иә. Қараңғыда кетіп баратасың да, бетіңе бірден жарқ ете қалады. Сол кездегі эмоция. Айбай көзім ай. Елесетіңдер шыққан, көзімдер жатыр. Ай, мойным. Сезінеміз соны, қиналып жатқан сияқты. Ай, қолым. Тас, күйіп қалды ма? Иә. Ауыр жатыр ма? Балқыған ыстық, соған байқамай қолымыз тиіп кетті. Сол кезде өздеріңіздің эмоцияларыңызды көрсетіп жүрсеңіздер, аяқтарыңыздың астында шеге бар. Ал бірақ сіздер байқаған жоқсыздар, ағашқа қадалып тұрған шеге байқамай басып қалдыңыздар, сол кездегі эмоцияларыңыз. Айбай, аяғым. Қатты ұрды дейсің ғой. Сосын үйге келесің ғой. Үйге аяғыңыз ауырып, сөйтіп тамаңызға барып келесіздер, иә? Яғни келесі біздің сезіну, ол столдың үстінде чайнек тұр. Чайнекпен шай қойып жатқан кезде қолдарыңызға байқамай төгіліп кетті. Қолыңызды күйдіріп алдыңыз. Соны ойнап жіберсеңіз. Денеңіз қызып тұрып, мұздай суға бірден қолыңыз суықтап қалды. Көрсетіп жіберсеңіз, сіз қимылмен. Бізге. Менің жалпы отбасыма сәлем жолдаймын. Оның ішіндегі ата-анама осы жерге келуге рұқсат бергеніне, поддержка бергеніне, әпшеме де үлкен алғыс айтамын осы жерге алып келген үшін. Мен оларды шексіз жақсы көремін. Әкешім, анасым, мен сіздерді жақсы көрем. Сіздерге үлкен рахмет. Менің әкешім рахмет сіздерге. Үлкен сіздің яқа мені қатыстырып. Анашым, әкешім, бәріңізге сәлем. Ешқашан ауырмай жүре берейік, бәріңіз. Осы күнге дейін әкелгендеріңізге рахмет. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Анашым, әкешім, сіздерге рахмет. Бізді осы жерге әкелгеніңізге. Анашым, саған рахмет, мен сені жақсы көремін. Анашым, сізге үлкен рахмет, мені осы 9 ай бойы көтеріп, дүниеге алып келіп, өсіріп, тамақ бергеніңіз үшін. Мен сізді жақсы көрем. Анашым, мен сізді жақсы көрем. Сіз мені үлкен жетістіктерге жеткіздіңіз. Біз барлығымыз сізді жақсы көреміз. Сізді жерге қаратпаймын, анашым. Анашым, әкешім, мен сіздерді өте қатты жақсы көрем. Шексіз, енді қалай жақсы көретінімді сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Сәлем барлығына, Тараздағы отбасымға, Шымкенттегі отбасымға барлығына сәттілік тілеймін. Ата-анама рахмет айтам. Осы күнге дейін қолдап қорғап келгеніне өте көп рахмет айтамын. Мен сіздерді көп жақсы көремін. Тамаша, бізде Атсенің ата-анаңа және саған жастар бағдарламасының атынан үлкен алғыс білдіреміз. Әзірге қоштасамыз, мүмкін тағы да кездесіп қалармыз. Құрметті көрермендер, сіздермен болған Османқұл Пакизат, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Егер де сіздің балаңыз осы жастар бағдарламасына келгенін қаласаңыз, бізге хабарласыңыз, біз сіздерді күтетін боламыз. Сау болыңыздар. Пока.